Армысыздар, құрметті Бастау медиа тобының көрермендері, студенттер және құрметті қала қонақтары. Бүгін бізде Бастау медиа студиямызда ерекше сұхбат, ерекше қонақ болмақ, көптен күткен қонақ деп айтсақ та болады. Сұхбатымызды бастамастан бұрын баршаңыз тәуелсіздік күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын, және де келе жатқан жаңа жыл мерекесі де құтты болсын дегім келеді. Бүгінгі сұхбат жүргізетін мен Мұратов Қуаныш. Бүгін бізде қонақта Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің ректоры, филология ғылымдарының докторы, профессор Ерденбек Бауыржан Амангелдіұлы. Бауыржан Амангелдіұлы, қош келдіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Рахмет, жақсы. Тәуелсіздік мерекесі еңселі ел болып қалыптасқанымызға биыл 28 жыл толды. Тәуелсіздік күні мерекесімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Және де келе жатқан жаңа 2020 жылда құтты болсын. Енді тәуелсіздік мерекесіне байланысты жалпы жақында осы Жұбанов университеті үлкен іс-шара атқарды. Тәуелсіздік күніне байланысты эстафета болды, Мен қазақтың әніне байланысты. Жалпы жастар осы жастар жылы аясында жастарымыздың атқарған іс-әрекеттеріне, белсенділігіне жалпы қандай баға бересіз? Енді жастар жылы дейміз, сонан кейін келесі жылды волонтерлар жылы деп айтып жатырмыз. Жастарға көп көңіл бөлініп жатыр ғой. Мен бір нәрседен айтқым келеді, жалпы жастарға көңіл бөлінудің ең осы кейінгі айтылған президентіміздің жастарға байланысты стипендиясының көтерілуі. Ол да болса, жастарға деген қолдау. Сонымен бірге соған жастар лайық болу керек. Біздегі 16 желтоқсанға өткізілген үлкен мерекелік шараны өздеріңіз көрдіңіздер. Бұл эстафета, жаңағы айтып отырған челлендж дейміз. Мен қазақпын деген әннің орындалуы біздің университетіміздегі жастардың сонша рухының биіктігін көрсеткен тағы бір жақсы көрсеткіш болды. Сол жерде жақсы жаңағы шара өткізілді. Жалпы Жұбанов университетінде өткізіліп жатқан шаралар, студенттердің тарапынан өткізіліп жатқан шаралар, ол университеттің деңгейін көтереді, деңгейін көрсетеді, деңгейін белгілейді. Сол себепті мен айтқым келеді, кез келген шара өзінің жаңағы мазмұнын ашып көрсету керек. Соның бірі осы біздегі 16 желтоқсанға өткізілген шара болды. Онда жалпы қазақ халқының қалыптасқан күннен бастапқы бүгінгі күнге жеткенге дейінгі тәуелсіздік алған жылдары осылардың барлығы да көз алдымыздан өте шықты. Сол қазақ хандығының құрылуы, қазақ қалмақ жоңғарлардың шапқыншылығы, одан кейінгі 19 ғасыр Абайдың дәуірі, кейінгі ашаршылық, соғыс, осылардың барлығын біздің студенттеріміз жақсы көрсетті. Бұл үшін ұйымдастырушыларға үлкен рахмет айттық. Жалпы осы кез келген шара өткізілген кезде бұлардың барлығы да бір шынайы дайындалып өткізілетін болса, ол әрбір көріп отырған көрерменнің жүрегінен орын алады. Соны көрсете білді. Бізде 800-ден артық көрермен болатын болса, соның барлығы жабылып, осы концерттік мерекені Мен қазақпын деген әнмен аяқтап, басқа университеттерге жолдадық. Бұл университет үшін, біз үшін, жалпы студенттер үшін үлкен мақтаныш деп айтамын. Ол жаңағы бүкіл Қазақстанның даласын кезіп кетті, оны барлығы көрсетіп жатырды. Ол да біздің университеттің үлкен көрсеткіші. Жалпы 2019 жыл өтіп бара жатыр, әрине айтады ғой, қазақта өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп дейді. Келер 2020-дан үлкен үміт күтеміз, әрине. 2019 жалпы еліміз үшін, университетіміз үшін өте жоғары бір мерекелі берекелі жылдардың бірі болды деп айтсақ әбден болады. Елбасымыз 2019 жылды жастар жылы жариялады. Жастар жылы өте керемет деңгейде өтті деп айтсақ та әбден болады. Енді үлкен мерекенің бірі Жұбанов университеті үшін осы университетке аты берілген тұңғыш профессор Құдайберген Жұбановтың 120 жылдығына орай ұйымдастырылған үлкен мерейтойлық шара, қайраткерлерді, қоғам қайраткерлерін, әдебиеттанушылардың басын қосқан, арнайы Алматы қаласынан ат басын бұрып осы Ақтөбеге арнайы баласы келді. Енді осы орайда Жұбанов университетіне 120 жылдыққа орай ұйымдастырылған іс-шарадан өзіңіз бір қандай ерекшелік алдыңыз, таптыңыз осыдан? Енді 120 жылдық деген кезде бір той-тойлау үшін өткізбеу керек. Бір күндік конференция үшін ғана өткізбеу керек. Ол Жұбановтың 120 жылдығына университет бір жыл бойы дайындалды. Оның жаңағы Құдайберген Жұбановтың толық жинағы басылып шықты, ғалымдардың жаңағы бас қосуымен. Жұбанов орталығында үлкен жұмыстар істелді. Жыл бойы сол Жұбановқа байланысты, Жұбановтың әулетіне байланысты мақалалар, топтамалар шығып отырды.
әрбір шаралардың барлығында Жұбановты таныту мәселесі, жариялау мәселесі, болашаққа жаңа жеткізу мәселесі сол біздің университеттің еншісінде болды. Өйткені мен бұл жерде айтқым келеді, Құдайберген Жұбановтың атын берген адам осы Мұхтар Арын деген үлкен ағамыз, кезінде осы университетті институт болып тұрған кезде басқарған ірі қоғам қайраткері, тек қана осы университет емес, осы Ақтөбеге үлкен еңбегі сіңген адам. Ол кісі дүниеден өтіп кетті, бірақ сол кісі осы Құдайберген Жұбановтың атын университетке беріп кетті. Егер де Құдайберген Жұбановтың аты осы үлкен қара шаңыраққа, 85 жылдық тарихы бар қара шаңыраққа берілмей қалғанда, осындай деңгейде тойланар ма еді? Жалпы кез келген тұлғаның артында іздеушісі болмаса, ол тұлғалар өз деңгейінде кей кезде танылмай жатады. Сол жағынан келген кезде Құдайберген Жұбанов енді 30-дан асқан жасында қыршыннан қиылып кетті. Оның ұрпақтары қалды. Үлкен әулет бар. Сол әулеттің қазаққа жасап жатқан дүниесін барлығын Құдайберген Жұбанов болсын, Ахмет Жұбанов болсын, Ғазиза Жұбанова болсын, оның кеше көз тірі тұяғы жаңа Асқар Жұбанов келді. Сонымен бірге Есет Жұбановтың 90 жылдығы болды. Осылардың бәрі қамтылып бір комплекс түрде тойланған дүние болды деп ойлаймын. Ол біздің Жұбанов университеті үшін, студенттер үшін бір тағылымды жағдай болды. Сол себепті де бір күн ғана өткен жоқ, ол бір жыл бойы сол аталып өтті. Соның нәтижесін қазір біз көріп жатырмыз. Және де елбасымыз 2020 жылды атап өттіңіз, еріктілер жылы деп, волонтерлар жылы деп атап өтті. Университетімізде көптеген ұйымдар бар. Осы еріктілер клубы, мысалы Үмітің үзілмесін клубы қазіргі кезде аудиториясы кең бір осы еріктілер клубының бірі деп айтсақ та болады. Және жақында ғана Жұбанов жылуы волонтерлар клубы ашылды. Енді алдағы уақытта 2020 жылы бұйырса, осы волонтерлар жылынан сіз не күтесіз? Біздің студенттерімізден. Енді волонтерлар жылы деп жақсы айтылып жатыр. Содан кейін біздің университетімізде Жұбанов жылуы, жаңа Үмітің үзілмесін, бұл волонтерлар жұмыс жасап жатыр. Волонтерлық деген ол бір көмектесу, ерікті түрде көмектесу. Ешқандай жаңағыдай одан ақы талап етпейтін жұмыс. Бірақ дегенмен де волонтерлардың өзіне жаңағыдай ақы төлеу мәселесі, осыларды қолдау мәселесі қазір қолға алынып жатыр. Оны мен дұрыс қабылдаймын. Бірақ дегенмен де мына волонтерлық дегенді бір науқаншылдыққа айландырып алмауымыз керек. Содан кейін мына волонтерлық дегенді жалпы бір көрсеткіш үшін жасамау керек. Соған қарай бет бұрып кетпеу керек. Сол үшін де мына волонтерларды қазіргі күнде қанша біздің университетімізде волонтерлық ұйым бар. Оған қанша студент қатысып жатыр. Олардың бағыт бағдары қандай? Мақсат мұраттары не? Олардың барлығы бірдей жаңағыдай тамақтарды жинап, дорбаға салып, жаңағы саяжайларды аралап, ашарықтарға тамақ тарату ғана ма? Одан басқа түрлері бар ма? Өйткені біз енді университет болғаннан кейін университеттің студенттері белгілі бір болашақ маман иелері. Мысалы, IT саласының волонтерлары жеке болу керек. Әншілердің волонтерлары жеке болса, спортшылардың волонтерлары жеке болса, өзінің саласына, өзінің мамандығына сай волонтерлық жұмыспен айналысса, сол бір нәтиже береді ме деп ойлаймын. Жай ғана волонтер деген жаңағы әрине көмектесуіміз керек. Кедей кепшікке көмектесуіміз керек, кәрі құртанға көмектесуіміз керек. Ал бірақ жаңағыдай соның барлығын тек қана бір бағытта ғана емес, соны бір ұйымдастыру мәселесінде мен жастар саясат департаментіне тапсырма бердім. Олар қазір айқындап жатыр. Сол бір жыл бойы жұмыс жасаған кезде волонтерлардың біздің университетімізде бірнеше бағытта волонтерлар жұмыс жасап жату керек деп ойлаймын. Мен волонтерлықты солай түсінемін. Және де бөліміміз бойынша Құдайберген Жұбанов университеті Беларусь Республикасының және Қазақстанның университеттерінің консорциум мүшесіне кірді. Және алдағы уақытта жалпы академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша осы Жұбанов университетінің студенттері Беларусь Республикасында білім алуға мүмкіншілік туа ма? Енді бұл тек қана Беларусь емес, бұл кейінгі ең соңғы деректерді айтып отырсыздар ғой. Беларусиямен байланыс бұрыннан да бар. Бірақ бізде қазіргі күнде өте белді жұмыс жасап жатқан бірнеше университеттер бар. Түркия елінің университеттері, соңында Балтық жағалауындағы жаңа Литва, Латвия, Эстония мемлекеттеріндегі университеттер.
Польшаның университетімен бізде бірнеше жылдан бері жұмыс жасалып, қазір Қазақ елі деген орталық ашылды. Түркияда Кастамон университетінде Қазақ елі орталығы ашылды. Сол Қазақ елі орталықтары қазір екі ел арасындағы, екі университет арасындағы байланысты күшейтіп жатыр. Бізде былтырғы жылы 300-ден артық бала шетелге барып академиялық ұтқырлықпен оқып келетін болса, биылғы жылы біз оны 2 есе көбейтейік деп отырмыз. Ол үшін ең алдымен балалардан сұралатыны ағылшын тілін білу, сабақтарын жақсы оқу. Осы мәселелерді шешетін болатын болсақ, әсіресе мемлекет тарапынан да қазір министрлік тарапынан да қаржы бөлінеді. Сонымен қатар біздің университетіміздің тарапынан да қаржы бөлінеді. Балалар жарты жылға немесе 1 жылға академиялық ұтқырлықпен барып келіп жатыр. Енді тағы да бір нәрсе айтқымыз келеді. Польша университетінің, Польшадағы Быдгош қаласындағы экономикалық университет бар. Сол университетпенен жақсы қарым-қатынастардың нәтижесінде қос дипломдық білім алушылар биылғы жылы бірінші рет біздің университетімізден де, содан кейін сол Быдгош университетінен де 2 диплом алып шығады. Екінші диплом ол жаңағыдай әлемдік деңгейдегі диплом. Ол жаңа Европаның барлық елдерінде сол дипломменен жұмыс жасай бере алатындай жағдай. Ол енді біздің алғашқы қарлығаштарымыз, оның бәрі болашақта күшейе береді деп ойлаймын. Ол енді біздің студенттерімізге байланысты. Студент жақсы оқитын болса, шетелдің кез келген мемлекетіне шыға алады. Жалпы енді әр басшы, кез келген басшы өзінің оқу орнын жамандамайды ешқашанда. Кем кетігін жасырып, жақсылығын асыру ол бұрыннан бар нәрсе. Мектеп несінде болсын, басқа да басшылықтарда болсын. Жалпы сіз осы Жұбанов университетінің студенттердің білім сапасын қаншалықты бағалайсыз? Енді білім сапасы дегенде ол 5 саусақ бірдей болмайды ғой. Бірақ білім сапасын көтеруге күш жұмсап жатырмыз деп айтсақ болады. Өйткені сапа, былтырғы жылы біз университеттің сапа жылы дедік те, былтырғы жылдан бастап бізде мына курстан курсқа көшу межелік балы, жаңағыда GPI дейміз ғой, соны көтеріп жатырмыз. Өздерің де білесіңдер. Жылдан жылға университеттің емтихан тапсыру күшейіп бара жатыр. Жылдан жылға жаңағыдай емтихан тапсырулардың барлығы жаңағыдай жазбаша түрде өтіп жатыр. Бақылау күшейе бастады. Коррупцияға жол бермеу мәселесі жаңағыдай нөлдік деңгейге дейін жеткізу. Осы мәселелердің барлығы мына сапаға қатты әсер етіп жатыр. Соның нәтижесінде бізде мысалы 1000-ға жуық студент курстан курсқа көшпей қалды. 1000-ға жуық студенттің біразы университетімізден шығып кетті. Ол басқа оқу орнына бара ма, басқа неметеме, ол енді біздің жұмысымыз емес. Бірақ сапа мәселесіне қатты көңіл бөлініп жатыр. Сол себепті де қазіргі күнде бізде сапалы студенттер көбейіп жатыр. Бір ғана көрсеткіш айтқымыз келеді. Университеттің деңгейін анықтайтын нәрсе, мысалы бір деңгейін анықтайтын бір нәрсе, ол мына алтын белгі иегерлерінің университет таңдауы. Бұның алдындағы жылдарда мысалы 10 студент, 15 студент, 20 студент таңдайтын болатын болса, биылғы жылы оқу жылына бізге мысалы 186 студент алтын белгі иегерлері келді. Ол үлкен локомотив деген сөз. Ол алтын белгімен 11 жыл жақсы оқыған балалар ертең осы университеттің деңгейін көтереді. Соған қарай біздің ұстаздарымызға қойылатын талаптар да күшейе бастады. Әрбір аудиторияларда қазір қойылып отырған мысалы камералар, тағы да басқалар деген сияқты. Ұстаздардың ішінде қазір күнде өз ісінің үздігі деген, өз ісінің шебері деген, мастер своего дела. Сондай жаңағыдай үлкен акция жүргізіліп жатыр. Сол шебер деген мұғалімдер таңдалып алынып, сол мұғалімдердің барлығына жаңағыдай сыйақылар беріледі оқу жылының аяғында. Ол бұны үрдіске кіргіземіз. Сонда мықты мұғалімдер ары қарай жаңағы сыйақысын алады, тағы да басқа қолдауларды көре береді. Сабақ бере алмайтын сапасыз мұғалімдер ол талпынады деген сияқты. Сол жағынан да жаңағыдай осындай дүниелерді біз жасап жатырмыз. Сол себепті де мен университеттің қазіргі білім сапасын шамамыз келгенше жақсартып жатырмыз деп айтуға болады. Білім сапасы мысалы 100 балдық шкаламен қанша деп бағалайтын едіңіз? Енді 100 балдық шкаламенен біз 80-нің маңайында тұрмыз ба деп ойлауға болады. 80-нің маңайында. Енді 100-ге жету деген, өйткені екінші бір жағын қарау керек. Бізге қандай студенттер келіп оқуға түседі? Ол енді 50 балл жинаған студентте оқуға келіп түседі ғой. Бірақ ол бірінші курс, екінші курстан аспай қалу керек. Алып кетсе алып кетеді, алып кете алмаса қалады деген сияқты. Сондықтан да
ол біртіндеп келе жатыр, бір күннің ішінде бірден жасалмайды. Сол себепті де оған да біз қатты назар аударып жатырмыз қазір. Жалпы сіздің ректорлық қызметке тағайындалғаныңызға 3 жылдың жүзі болып қалды. Жалпы осы университетте атқарылған соңғы 10 жылдықтағы бір ең бір маңызды деген жетістіктерді қайсысын бір атап өтер едіңіз? Ең бір Жұбанов университетіне былайша айтқан кезде жоғары нәтиже алып келген. Енді ол жоғарғы нәтиже алып келген деген қазіргі кезде мынау аккредитация дейміз ғой. Біздің мамандықтарымыздың барлығы толықтай аккредитациядан өтіп болды. Мемлекеттік жаңағыдай бақылау. Екінші мәселе, мына жаңағыдай айтамыз, аккредитациялық орталықтар бар бірнеше. Сол аккредитациялық орталықтардың біреуінде біздің университетіміз, мысалы, 100-ге жуық университеттердің ішінде 4-ші орынды иеленді соңғы кезде. Былтырғы жылы 9-шы жазғы универсиада өткен кезде университет командалық есепте Әл-Фараби университетінен кейін 2-ші орынды иеленді. Онда да біздің спортшыларымыздың жетістігін атап өтуімізге болады. Сонымен бірге біздің университетімізде қазір күнде 30-дан артық магистратура мамандықтары ашылды. Бәрін қосқанда 10-ға жуық докторлық мамандықтар ашылды. Сонымен бірге 2 қорғау кеңесі ашылды. Диссертационный совет дейміз ғой, диссертациялық кеңес, ол математика бойынша, физика бойынша. Сонымен бірге бізде жоғары колледж ашылды. Сонымен қоса балалар университеті ашылды. Сонымен бірге мына балаларды дамыту орталығы, зерек балаларды дамыту орталығы ашылды. Онда біздің педагогика, психология мамандығының студенттерді дуалды білім беру жүйесі бойынша сол жерде жұмыс жасап жатыр. Міне осындай жетістіктерден атай беруге болады. Осы жетістіктеріміздің барлығы да университеттің өзінің бір әлеуетін көрсетеді деп ойлаймын. Жалпы сіздің ойыңызға қарасақ, алдағы бір 5-10 жылдықта Жұбанов университетіне түсу біршама қиындайтын сияқты болып көрініп тұр. Жалпы бұйырса 10 жыл демей 5 жылдан кейін сіз жалпы университет талапкерлерден нені талап етеді? Бізде енді мен айтайын дегенім 5 жылдың көлемін айтпай қойық, осы келесі жылдан бастап, мысалы, тек қана біздің университет емес, жалпы жоғарғы оқу орындарына талап күшейіп жатыр. 85 жоғарғы оқу орны бар екен педагогикалық мамандықтар дайындайды. Соның 85-тің 20-сы ғана қалатынын кеше министр атап өтті. Асхат Қанатұлы. Сондықтан да біз сол 20-ның ішінде қалуға тырысамыз. 20 педагогикалық мамандықтар дайындайтын 20 университеттің ішінде қалу, ол үлкен жаңағыдай жұмысты талап етеді. Сондықтан да келесі жылы мысалы гранттың бағасы көтерілгелі отыр. Гранттың құнының бағасы 1 миллионға дейін жетеді. Демек, барлығына бірдей грант беріле бермеуі мүмкін. Онда гранттың құны көтерілсе, гранттың саны азаяды. Сонда жаңағыдай 60 балмен, 70 балменен ілініп салынып грантқа өтіп кету деген болмайды. Сонда студенттердің саны азаяды деген сөз. Студенттің саны азайған деген сөз сапаның артқаны. Екіншіден жаңа қысқартуларға кеп соғады. Ол жағында біз ойластыруымыз керек. Өйткені біз университетте мысалы 15 мыңнан артық студенттер бар. Универсианттар бар, магистранты бар, докторанты бар. 15 мыңнан артық. Сондықтан да біз сан жағынан қазір қорықпаймыз. Санымыз сәл азайса да сапаға жұмыс істейтін университеттердің бірі болып қаламыз деп ойлаймын. Жалпы сізге қойылған сұрақтардың көбі ресми сұрақтар болған болатын. Ал енді біз сізге бір бейресми сұрақтар ретінде отбасыңыз туралы сұрағымыз келіп тұр. Жалпы кез келген сұхбат сұраған кезде бірінші туған жері, отбасы жайлы, содан кейін барып қалай бұл қызметке келдіңіз деп сұрайды. Біз бірақ бірден сізден ресми сұрақтан бастадық. Өйткені ректор ретінде сіздің университетте атқарып жатқан жұмыстарға бір жағынан баға сұрау ретінде сізден осы ресми сұрақтардан бастаған болатынбыз. Ал енді бейресми сұрақтар тізбегін бастасақ, отбасыңыз, балаларыңыз туралы. Енді отбасымыз, біз енді мен жалпы өзім мұғалімдер семьясында дүниеге келгенбіз. Менің әкем өмір бақи мектепте, ауылдың мектебінде мектептің директоры болды. Шешем әдебиет сабағынан, әкем тарих сабағынан пәннің мұғалімі болды. Сол шешемізге тартып біз әдебиетті таңдадық. Қазір күнде сол Абайдың әдеби ортасы деген тақырыпты таңдап, содан қорғап доктор атандық, профессорлық алдық. Абайтануды зерттеп жүрген ғалымдардың біріміз. Ол енді сол анамызға қарай ойысқанбыз ғой сол мамандық таңдауда.
Енді семьямыз туралы айтатын болсақ, 2 қызым, 1 ұлым бар. Қызым үлкен қазір университетте, Астананың медициналық университетінде оқиды. Кішкентай қызым осында Ақбөбек деген мектепте, ұлымыз осындағы жаңағы лицей бар ғой біздің. Білім инновация лицейі. Иә, білім инновациялық лицейінде. Жұбайымыз ол да мұғалім болып жұмыс жасайды. Сондықтан да біз 5 баламыз, сол 5 баланың барлығы да сол мұғалімдер. Әртүрлі салада, жоғарғы мектепте жұмыс жасайтыны бар, мектептің директоры болып жұмыс жасайды. Сондықтан да біз мұғалімдік біздің жаңағы өзіміздің қанымызға сіңген дүние болғандықтан, сол барлығымызды сосы мұғалімдікті таңдадық. Жалпы енді ұлыңыздың мұғалім болғанын қалайсыз ба? Енді ол өзі шешеді. Қазіргі балалар жағы сен осындай болсаң, мынандай болсаң деп айта алмаймыз. Егер мұғалім болам деп жататын болса, мен қарсы болмаймын. Өйткені енді біз барлығымыз сол династия, жаңағы ұстаздар династиясымыз. Сондықтан да ұлымыз мен мұғалім болам деп жататын болса, еш қарсылықсыз. Қарсылығым жоқ. Мұғалімдіктің де екінші бір жағы бар, жаңағыдай білім саласындағы менеджер деген сияқтыларға қызығады. Енді ол мәселе қалай болады? Әлі қазір 10-шы класста оқып жатқаннан кейін, ол енді әлі де алдында ойлары бар ғой. Қазір олар қабырғадан қабырғаға соғылып жүрген адамдар ғой. Сондықтан да оны нақты айта алмаймын. Таңдау еркі өзіңіз. Иә, таңдау өзінде. Жалпы енді жаңа жыл жақындап қалып, бала кезіңізде жаңа жылда қалай атап өттіңіз? Мысалы, біздің кезімізде бала кезіміз жаңа жыл өте керемет бір енді тоқшылықтың заманында, баршылықтың заманында өмір сүріп, сол тәуелсіздіктен кейін дүниеге келгеннен кейін бізге жаңа жыл өте керемет деңгейде болды. Енді сіздердің замандарыңызда біздің заманымыз енді 80-ші жылдар, мынау кеңестік заман, кеңестік уақыт. Ол кезде де ауылда, кішкентай ауылдың мектебінде жаңа жыл болады. Содан кейін өзіміздің ауылдың мектебінің мұғалімі Аяз ата болады, мектебінің мұғалімі Снегурочка болады. Соларға барып тақпақ айтамыз. Өзіміз қолымыздан жаңағыдай киім тігеміз. Үндістің киімін тігеміз деген сияқты. Үндістің киімін енді ауылдағы тауық қораға кіріп, қаздың, тауықтың, тағы да басқасын бақыртып отырып, қауырсындарын жұлып, соны басымызға шаншып, үндіс болып шығамыз. Келесі жол жаңағыдай мушкетер болып шығамыз деген сияқты. Әрбір өзімізге костюм дайындап, енді 6-7 классқа дейін сондай болды. Қыс жаңағыдай омбы қар. Енді біз қарлы жер Семейдің қасындағы алақандай ауылда өстік, таудың қасында. Сол ең алдыменен мектепке сол тауға барып, ат-шанамен барып, үлкен класстарға келген кезде ат-шанамен барып, сол шырша әкелеміз. Таудың басынан шыршаны кесіп әкелу, ол жаңағыдай бір үлкен еңбек. Қасымызда жаңағыдай дене шынықтыру мұғалімі бар, 2-3 баланы ертіп, ол таңертең барып, содан кешке сол шыршаны әкеп, сол шыршаны құру біз үшін үлкен бір мейрам болады. Сондай дүниелер есімде қалған екен. Қазіргі балдар, мысалы, Аяз атаға сенбейді, Аяз атаның жолы екен, мысалы, көп біледі. Сіздердің кездеріңізде жалпы Аяз ата бар дегенде сенімділік болды. Біздің кезімізде енді біз кішіректеу болған кезде сол 3-4-3 классқа дейін бекен мүмкін сол Аяз атаға барлығына сеніп жүрдік қой. Одан кейін енді сенбегенмен де соған бір қызығушылықпен қараймыз. Қазіргі күнде мен енді қызым 4 класс оқиды. Сол Аяз атаға сеніп, Аяз ата жаңағыдай мына шыршаның астына өзінің жаңағы неменесін жазып қояды. Ол осындай маған тілек керек, маған осындай жаңағыдай сыйлық керек деп, сол сыйлығын алып қойсаң жаңағыдай кәдімгідей шын сен қуанғанына өзіңде бір мәз боласың, балалық шағың есіңе түседі. Жалпы мен бұл жерде айтқым келеді, мына жаңа жылды басқа мейрамдарға қарсы, жалпы мейрамға қарсы қою мәселесіне мен дұрыс қарау керек деп ойлаймын. Мына қарсы қоймау керек. Мысалы бізде көбінесе мына 16 желтоқсанды жаңа жылға қарсы қойып жатады. Мына шыршаны неге 16 желтоқсанды бір көмелеп жатырсыңдар, тағы да басқа деген сияқты. Әр мейрамның өзінің қай жерден жұқса да, қай жерден келсе де, ол енді жылдың басы, жарты әлем соны тойлап жатыр. Тіпті бүкіл әлем тойлап жатыр деуге болады. Содан енді бөлініп қалудың жаңағы неменесі жоқ. Өзіміздің Наурыз да бар. Наурызды жаңа жылға қарсы қойып, ананы тойламауымыз керек, Наурызды ғана тойлауымыз керек деген сияқты бір жақты пікірлер болмау керек. Жалпы мейрамның көп болғанда жақсы. Әрбір күнің мереке болу керек қой адамда. Әрбір күн.
енді әртүрлі енді басқа жаққа қарай алып кететін мейрамдарды оны көру керек. Мысалы Валентин күні дейді, мысалы ол да ғашықтар күні, бірақ енді Валентин арғы тарихына барсаң жамандау нәрсе, бірақ дегенмен де бір-біріне жүрек сыйлап, бір-біріне махаббатын айтып, оны жаңа қоз көрпеш күніне айырбастап жатырмыз деген сияқты. Жалпы әрбір мейрамды өз мейрам ретінде қабылдау керек, әрбір мейрамға қуана білу керек. Оны қарсы қойып, ана мейрамды тойламаймыз, оны жаңа басып, жаншып, олай болмайды дегенмен бір-біріне жүрек сыйлау. Валентин күні енді ол көп ұлтты мемлекет болғаннан кейін әр ұлттың өзінің мейрамдары бар. Солардың барлығына жаңағы қарсы шыға беруге болмайды. Сол себепті де әр адамның жеке өзінің көзқарасын сыйлау керек. Жалпы мейрамның көптігі жоқ деп ойлаймын. Әрине шығыс өлкесінен дүниеге келдіңіз, ақындардың өлкесі, Ұлы Абайдың туған өлкесі, ұлы ақынымыздың. Енді сізден сұрайын дегенім, ақыныңыз, сүйікті ақыныңыз Абай, жазушыңыз Абайды зерттеген Мұхтар. Қателеспедім бе? Солай деуге де болады. Содан кейін енді жазушылардың ішінде біз енді жас кезде оқыған Дулат Исабековті мен жақсы көремін. Мұхтар Мағауинді жақсы көремін. Одан кейін Шыңғыс Айтматовты жақсы көремін. Енді көп қой, енді барлығын айта беруге болады. Ақындардың ішінен де біраз енді елдің көбі мысалы мойындалған Мұқағалидан бастап біраз ақындарды атап өтуге болады. Кейінгі мысалы ақындардың ішінде ойшыл ақын аса қатты бір көңіл бөлетініміз Тыныштықбек Әбдікәкімов осы жолы ғана мемлекеттік сыйлықты алған жерлес өзіміздің ағамыз. Оның жаңағы ойлары, жазған сөздері бір аласапыран, сондан бір дүниелер іздейсің. Оның ішінде бір өзгешеліктерді іздейсің, өзгеше дүниелер бар. Соларды іздеп табуға, соны көргенде қуанасың. Сондай дүниелер бар екен деп. Ал енді жалпы сіз қазіргі кезде жалпы Қазақстанда кітап оқу деңгейі төмен дейді. Оны бәрі растап жатады. Қазақстанның жастары көп кітап оқи бермейді дейді. Енді сіз жастарға қандай кітап оқуға, қай ақынды, қай жазушыны оқуға кеңес бересіз жалпы өзіңіз? Енді қазір әр қайсысы өзінің саласына байланысты оқиды ғой. Өзінің саласына байланысты оқиды. Содан кейін енді кітап оқу мәселесінде біз тек осы біздің бас ғимараттың алдында кішкентай ғана үйшік жасап қойдық. Анау күні жасатқызған, сол үйшікке мысалы кітаптарын салып кетіп отырады. Сол кітапты салып, кітап алмасу үйшігі ғой ол. Енді қазір ашылып жатыр, соны ертең жүргізсе, енді кітап мүлде оқымайды деп айтуға болмайды. Кітап оқылады, электронды кітап оқып жатады, басқасын оқып жатады. Енді классиканың барлығын жалпы адам баласы болғаннан кейін мына орыс әдебиетіндегі шетелдің қазақ әдебиетінің классикаларын оқу керек деп ойлаймын. Толстойдың томдарын бір қарап шығу керек, Чеховтың әңгімелерін оқу керек, мысалы орыстың деген сияқты. Қазақтағы жаңағындай қан мен тер бізде қарастырылып оқылу керек. Жаңа мен айтып отырған Дулат Исабеков, Мұхтар Мағауин, Бексұлтан Нұржекеев, мысалы махаббат тақырыбына, әйел тақырыбына барған, әйелдің көзқарасыменен жаңағыдай көру, болжау, мына психологияны кезіндегі Шерхан Мұртазаның қазір кітаптарын қайта бір қарап шығу керек. Жастарға үлкен немене беретін дүниелер көп қой. Сол себепте енді біз енді басшылық қызметте болғаннан кейін біраз мына өзіміздің қызметке байланысты көптеген кітаптарды оқып жатамыз. Әсіресе қазіргі күнде мына бір кітаптар бар, мына жастар көбінесе жастанып оқитын қалай баюдың жолын. Қуандық Шоңбай. Иә, Қуандық Шоңбай бар, басқасы бар, мына шетелдік авторлар бар. Баюдың жолы, тағы да басқа. Олардың барлығы да бір неге әкеп саяды ғой енді. Қалай ақша табу керек, солардың жаңағыдай тренингтеріне қатысады балалар. Бірақ дегенмен де солар таңдап қатысу керек. Олардың барлығына барып қатысқан адам барлығы байып шығып кетпейді, ол миллионер бола қоймайды, ол әр қайсысы өзіне байланысты. Сонда ол сол адамдардың жазған дүниелерінің барлығында айланып келгенде адамның өзінің бір 5-6 қасиеті бар бойында. Ол жаңағыдай төзімділік, ол жаңағыдай бір нәрсеге жаңағыдай белді бекем болып соған баспен кіру, тәуекелшілдік, еңбекқорлық. Одан кейін екінші мәселе жаңағыдай өзін сол ісін өзіне сеніп соған жаңағыдай басы байлы берілу. Тағы да сондай бір талаптар бар. Ол бәрі бір-біріне қайталанады. Біреу мына жағымен келеді, екіншісі мына жағымен келеді деген сияқты. Сондықтан да қазіргі күнде әсіресе тренингтер, ақша төлейтін тренингтерді мына студенттер байқау керек. Мен мысалы шақырар едім өзіміздің қыздарға Зейнеп Ахметова, Омар Жәлелді мысалы шақырып балаларға өте жақсы тыңдармандарға үйітіп әкететін сондай біраз адамдарды шақырып осы студенттерге кездесу жасағым келеді. Оның барлығында студенттер ұсыныстарын береді. Жалпы әр адамның бір сүйіп айналысатын ісі болады. Мысалы бір адам ән айтқанды жақсы көреді, бір адам билегенді жақсы көреді, ұйықтағанды жақсы көреді деген сияқты. Жалпы сіздің бір
хоббиіңіз бар ма? Сүйіп айналысатын ісіңіз? Менің енді сүйіп айналысатын ісім менікі суда жүзу. Суда жүзу енді бір керемет жаңағыдай профессионал деңгейде жүзбесек те, бірақ суда жүзу дегеніңіз ол адамның миын тынықтырады. Сіз біраз уақыт суда жүзген кезде жаңағы ойыңызға жинақтап, алдағы жоспарыңызды немесе өткен дүниелердің бәрін сараптайтын, бір ешкімді көрмейтін, ешкімді естімейтін, өзіңмен өзің болып жаңағы судың астында жүретін бір жақсы көретін ісім соңғы кезде сол деп айта аламын. Егер де ешкім бірден жоғары басшылыққа келе қоймайды, мысалы сізде бірден ректор бола қойған жоқсыз деген сияқты, егер де осы қызметте отырмасаңыз, кім боламын деп ойлайсыз? Мысалы, қай қызметте отырамын деп? Мен осы қызметте болмасам, мен ұстаз болар едім жоғарғы мектепте, ғалымдыққа барар едім. Мен қазір енді айтады ғой, мен мына тіркесті ылғи да пайдаланамын, үйректірлік деген. Үйректірлік дегенің, ол үйрек айтады екен мақтанып, мен ұшады аламын, жүзеді аламын, сүңгиді аламын деп. Бірақ үшеуінде бір жарым-жартылай жасайды. Барлығы жүзе алады, бірақ жүзсе де балық сияқты жүзе алмайды, ұша алады, бірақ ана тұйғын сияқты тез ұша алмайды. Барлығы шала-шарпы. Біздің де тірлігіміз сол үйректірлік сияқты. Өйткені мен таңғалатыным мына алаш арыстарына таңғаламын. Олар барлығын жеріне жеткізген. Ел басқаруда да жаңағыдай көсемдік танытқан, жаңағы кітап жазғанда да барлық саланы меңгере алған, бірнеше тіл білген, мысалы жаңағы біздің айтып отырған Құдайберген Жұбановтар жан-жақты болған. Біз енді бір нәрсені жасап жататын болсақ, екінші жағына үлгере алмай жатамыз. Сол жағынан кейбірде қамығамыз. Мысалы мен айтам, осы басшылықта жүрген кезде мына ғалымдығым қалып қойды. Ғалымдыққа мысалы отырып жаңа айналысатындай уақыт жоқ. Ал енді ғалымдықты үзіп жұлып ортасында жазып, тағы да басқа деген олай істей алмаймын. Ол қолымыздан келмейді. Сол себепті де егер басшылық болмағанда, бірақ енді бұл басшылықта да біз осы қазаққа, осы елге, мемлекетке, университетке бір жақсы дүниелер, адамдарға жақсылық жасап жатқаннан кейін, бұл да бір енді Құдайдың бізге жіберген ісі ғой. Сондықтан да осы қызметінде өзің жаңағыдай жақсы дүниелер табасың. Әрине ол ұнамаса, ол отырмас едік. Біреулер айтады, қызмет қолдың кірі деп. Енді ол мақал үшін айтыла береді ғой, барлық мақалдың барлығына бас изи беруге болады. Абайдың өзі мақалды біраз алтын көрсе періште жолдан тайған, тағы да басқа бәрін сынайды ғой. Сол сияқты сыналатын мақалдардың бірі қызмет қолдың кірі емес. Қызмет деген ол қаншама адамның сенімі сізге деген, қаншама адамның сізге деген жаңағы үміті, соның үмітін ақтай аласың ба, ақтай алмайсың ба? Қызмет, сіз қаншама адамның тағдырына қазір тағдырын шешіп отырсыз. 15 мың студенттің 1000 жаңа қызметкер мен оқытушы сізге қарап отыр. Сондықтан да қызмет қолдың кірі деген ол енді аспандағы еттің сасығына деген сияқты айтыла беретін нәрсеме деп ойлаймын. Сол себепті де мен қызметті қолдың кірі деп ешқашан есептеген жоқ, санамаймын да. Жалпы енді өміріңізде есте қаларлықтай бір ең ерекше оқиғаны, қызық оқиғаны бір айтып берсеңіз. Кейін қызық оқиға дегендердің көп нәрсе есімізде тұра бермейді енді. Ерекше өзіміздің есімізде қалған оқиға қазір не деп айтуға болады. Енді ол ерекше оқиғалар сол менің мына достарыммен жүрген кездегі. Біз енді 10 дос әр жерде, әр саладан сол Семей қаласына арман қуып келгенде танысып, әр қайсымыз әр саладамыз. Басшылықта да жүргендеріміз бар, қарапайым қызметте жүргендер бар. Сол семьямызбен басқалармен араласамыз. Соларменен өткізетін бір үлкен бір шаралар, мына той шарасы, тағы да басқа шараларда бірігіп, мысалы бір жаңа жылды немесе Наурызды өткізген кезде солармен бірігіп, енді оның ішінде мен өзім жаңағыдай тамада болған жігіттер бар, мен өзім де тамада болғанмын, жаңағы сценарий жазамыз, басқасын жазамыз, киім шығасың, жұбайларың барлығы киім шығады, жаңағы ертегінің ішіне кіргендей болып, сол басынан аяғына дейін сол шаралар өткен кезде солардың фильм шығарылады, фильм түсіріледі. Содан кейін енді біз әу демейтін қазақ жоқ дейтіндей ән айтасың, одан кейін өлең жазатынымыз бар. Сол жаңағы сықақ өлеңдер жазамын. Сол сықақ өлеңге біздің студент жаңағы достарымыз жаңағы монтаждап жаңағы фильм шығарады. Сол фильмде жаңағы соның барлығын көреміз.
тағы да бір бас қосқан кезде жаздық каникул кезінде, демалыс кезінде соны елге барғанда сол бәрі жиналып 2 жыл бұрын 3 жыл бұрын өткен дүниелерді көресің, соның бәрі ностальгия. Ол жаңағы шабыт береді, адамды жаңағыдай балалық шаққа жетелейді, сол кездегі дүниелер. Енді оны біз өзіміз оның жаңағыдай семья көріп отырғанда біз түсінеміз. Ол не өйткені детальдар. Оны басқа адамға түсіндіріп беру керек. Бір ауыз сөзбен ғана айтылып өтеді, оның тентектігі, оның сол жердегі бір кейбір достарымыздың аңқаулығы, солар өлеңмен айтылады да, суреттер көрсетілген кезде сол жерде отырған біздер күлеміз. Ол енді бір сол ностальгия біздің есімізде қалатын соңғы кездегі. Рахмет. Бейресми сұрақтарымыз да мәресіне жетіп қалды. Енді қазір сізге бір мысалға алатын болсам, я жоқ деген сияқты бір сауалнама қойғым келіп тұр. Осыны таңдаймын, мынаны таңдамаймын деген сияқты. Жаңа жыл немесе Наурыз? Наурыз. Хабиб немесе Фергюсон? Қалай дейсің? Хабиб немесе Фергюсон? Фергюсон. Атақты жалпы перзеш жекпе-жектің жұлдыздары. Хабиб қой. Хабиб. Мұсылман бауырымыз дейсіз. Жаңа жылды отбасымен қарсы алу, әлде достармен? Отбасылық мейрам ғой енді. Отбасымен. Отбасы және достарымызбен жиналып жасақ тіпті жақсы. Ақтөбе ме, әлде Семей ме? Екеуі де. Ол айтады ғой, біреу туған жерің болғанмен, екіншісіне сен сол жерде нан тауып жеп отырсың. Түтін түтетіп отырсың. Сол жерде қызмет жасап жатырсың. Сондықтан да ол екеуін бөліп қарауға болмайды деп ойлаймын. Әр жерде бір жақсыға бір орындық кісі, бір кісілік орын бар дейді. Сондықтан да Ақтөбені Семеймен, немесе Семейді Ақтөбеге екеуін олай салыстыра алмаймын. Кино немесе театр? Театр. Студенттік кез бе, мектеп кез бе? Қызықты. Студенттік. Жалпы қай жақта демалуды армандайсыз, жоспарлайсыз? Енді әр қалай. Жалпы шамам келсе, мына тарихи орындарды аралағым келеді. Енді теңіздің жағасына да барып жатуға болады, бірақ енді тарихи орындарды, мысалы Европаның ескі қалаларын тағда басқан салыстырғым келеді. Кезіндегі біздің ата-бабаларымыздың тұяғы тоздырған жерлерді барып көріп, сол дүниелерді көрсем деп ойлаймын. Егер де сізге Семейдегі жоғары оқу орнының ректоры болуға қызмет келсе, осы Ақтөбедегі ректорлық жұмысты тастап барар едіңіз? Өзіңіздің білім алған жоғары оқу орныңыз? Енді ондай нәрселер бола қоймайтын шығар, бірақ білмеймін енді оны. Оны дәл сол кезде шешілуі мүмкін. Біз енді айтады ғой, мына гороскоп бойынша таразымызда, менікі дәл сол уақытта, сол кезде шешілуі мүмкін. Дәл қазір не болатынын мен мысалы айта алмайтын адам, сондықтан да ол жерде қиналамын айтуға. 2019 жыл сізді несімен қуантты? Әттеген ай деген бір тұстар болды ма? Және 2020 жылдың басты шыған жылына не күтесіз? Мен енді қуантқаны, енді өзім осы университетті басқарып отырғаннан кейін университеттің әрбір жетістігі жеткен, біздің әрбір ашылып жатқан нысан, кішкентай ғана кабинеттен бастап, осы кабинеттердің әрбіреуіне қуандым. Мысалы, жастардың көзіндегі отты көргенде қуанамын. Мысалы, бізде жақсы болып өтіп жатқан кешегі шараларға, бірінші қыркүйекте біздің университетімізді 5000 студент таңдап келгенде қуандым. Міне осындай дүниелер. Әрине, әттеген айлар болып жатады. Әттеген айдың ең қиыны жақсы қызметкерлердің өзінің шеберлерінің университеттен кетіп қалып жатуы сол қынжылтады кей кезде. Кадр тапшылығы қынжылтады. Сондай адамдардың мысалы өз орнында отырғаны, тағы да басқалар мысалы солар отырса болса деп ойлаймын. Сонан кейін мен ең қатты қылжыңдататын нәрсе мына алты бақан алауыздық. Әріптестер арасындағы бірін-бірі көре алмаушылық, бірін-бірі жаңағыдай алауыз болу, бірін-бірі қызғану, бірінің жұмысына бірі жаңа селқос қарау, бірінің еңбегін бірін бағаламау сияқты бір дүниелерді көріп қалып жатсам, соған қатты қынжылам, соны болдырмауға тырысам. Ол болған жерде жұмыс болмайды. Ол 1000 жерден ол мықты қызметкер болса да, мықты өзінің ісінің маманы болып тұрса да, алауыздық болған жерде ешқандай жұмыс болмайды. Ол барлық кетеді. Сондықтан да шамам келгенше алауыз болдырмауға, алауыздыққа жеткізбеуге тырысамын. Ол менің негізгі миссиям сол.
Сонда барлығы бірдей, бір енді бір әке мен бір шешеден туған адамдар да бірін бірі дұрыс ұнатпай қалуы мүмкін. Әйелі мен күйеуі де, мен кейбірде тыңдап отырам, өмір бақи әй шай деспедік, кесе сылдырламады деген нәрселерге мен аса сеніңкіремеймін. Осы нәрсені кезінде бір ақынымыз Жүрсін Ерман ғой деймін, солда айтып еді. Сондықтан да енді көзқарастар әртүрлі болады. Сол себепті де ұрыс керіс, жаңағы келіспеушілік университетте болып тұру керек. Ол содан барып ақиқат шығады. Бірақ соған өшігіп, сондай нәрселерді ары қарай жұмысты істеткізбей қою мәселелеріне қарай барғызбау керек. Сонда университет ары қарай дамиды. Университет дегеннің ішіндегі барлығы бір атаның баласындай болу керек. Жұбанов университетінің жаңағы студенттері өз ішінде жаңағы факультет болып жаңағы неметкенмен, бірақ сыртқы жүнін қампайтып, жаңағыдай бөралығын білдірместің кепін кию керек деп ойлаймын. Және 2020-дан нақты не күтесіз? 2020-дан мен енді мына біздің университетімізде бір жақсы 3-4 мамандыққа мына докторантура ашылайын деп тұр. Сол докторантураны ашып алсам. Содан кейін мендегі осындағы біраз жас ғалымдар PhD докторантураға, магистратураға түскісі келетін балалар бар. Солардың жолдары ашылып кетсе деген. Содан кейін енді күтетінім алыстағы туған туыс, әсіресе біздің тілегіміз тілеп отыратын, тақым қысып отыратын әкеміз бен шешеміз аман болсын. Соны күтемін. Ел аман болсын, жұрт аман болсын. Біздің мына мемлекетіміз дами берсін. Кішігірім мына қиыншылықтардың барлығы тез арада жойылсын. Айтылып жатқан бәле жала, кризис дегендердің барлығы Қазақстанда айланып өтсін дегім келеді. Мына жақсы ұрпақты тәрбиелеп шығарсақ, сол жақсы ұрпақ Қазақстанды алға жетелейді деп ойлаймын. Соны күтемін. Бауыржан Амангелдіұлы, сізге көп рахмет. Уақыттың бір қымбат, ең бір қажет заманында уақыт тауып, кішігірім ғана студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Өте сырлы сұхбат болды деп айтсам болады. Сізбен сұхбат алу біз үшін бір ғанибет болды деп айтсам артық айтпағаным болар. Сізге тек қана шығармашылық табыс тілеймін. Осылай әрдайым сұхбатта кездесіп жүре берейік дегім келеді. Құрметті Бастау медиа тобының көрермендері, тыңдармандары, осымен біздің сұхбатымызда өз мәресіне жетті. 28 жыл болған еңселі еліміздің тәуелсіздігі әрдайым арта берсін дегім келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келе жатқан жаңа жыл мерекесі баршаңызға құтты болсын. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.